Сәлем құрметті тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Ұлттық банк банкноттардың жаңа дизайн жариялады. Жаңа банкноттар сериясы дайын болған кезде айналымға енеді. Ұлттық банк Қазақстан қаржыгерлерінің 11-ші конгресінде ұлттық валюта банкноттарының жаңа сериясын таныстырды, деп хабарлайды Айкін.kz. Қазақстан ұлттық банкының баспасөз қызметіне сілтеме жасап, номиналы 5000 теңгелік жаңа дизайн үлгісіндегі алғашқы банкнот осы жылдың соңына дейін қолданысқа шығады. Халықаралық тәжірибе бойынша банкноттардың дизайны жалған ақша жасауға жол бермеу және оның алдын алу үшін жетілдірілген қорғаныш қабілетін енгізу мақсатында кезең-кезеңмен жаңартылып отырады. Осы орайда еліміздің мәдени құндылықтары мен тарихын насихаттау өте маңызды. Жаңа банкноттар төлемнің барлық түрі бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында номиналды құнына байланысты қабылдауға жатады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық банкі арқылы банкноттық шоттарға аударуға, айырбастауға және сақталуға міндетті.